Барлықтарыңа сәлем, сіздермен мен Азамат Қандәулетұлы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз көпір анатомиясы, латынша понс деп аталады. Көпір бізде артқы мидың, яғни метенцефалонның құрылымына кіретін бір бөлігі болып табылады. Яғни метенцефалонға бізде көпір мен мыйшық кіреді, яғни церебеллум. Енді көпірдің орналасқан жері бізде негізгі үш ми шұңқырын алып қарастырамыз. Алдыңғы ми шұңқырында бізде маңдай үлесі, ортаңғы ми шұңқырында бізде самай үлестері және артқы ми шұңқырында негізі мыйшық орналасқан болып табылады. Осы метенцефалонның бір бөлігі. Ал көпір қайда орналасқан? Көпір бізде кливуста орналасқан. Кливус дегеніміз скат. Ал скат дегеніміз бізде, яғни шүйде сүйегінің ос оксипиталияның базилярлы бөлігі бар. Шүйде сүйегінің және сына тәрізді сүйектің екеуінің қосылған жерінде скат түзіледі. Кливус деп аталады. Сол жерде көпір алдыңғы бөлігімен орналасқан болып табылады. Не үшін шүйде сүйегінің базилярлы бөлігі деп атайды десеңіздер, дәл осы, яғни көпірдің алдыңғы бөлігімен сулькус базилярис өтетін болып табылады, ал сулькус базиляристен артерия базилярис өтеді. Артерия базилярис дегеніміз не? Яғни артерия базилярис дәл осы екі омыртқаның көлденең өсінділері бар. Соның ортасында бізде форамен интертрансверсариум бар. Сол арқылы артерия вертебралис көтеріледі, екі мойын омыртқасының көлденең тесіктері арқылы, солай бізде екеуі бірігіп артерия базилярис түзетін болады. Дәл осы артерия базилярис немесе Вилизев шеңберіне қатысатын негізгі артерия осы көпірдің алдыңғы бөлігімен өтетін болып табылады. Енді осы Вилизев шеңберін толық сіздер менің жаңағы ангиология, анатомия деген плейлисттен толық көре аласыздар, немесе ссылкасын комментарийға тастап кететін боламын. Енді көпірдің бізде негізгі жоғарғы жағынан ортаңғы ми, төменгі жағынан сопақша ми шектеп тұрады. Және астыңғы жағында көріп тұрсақ жүлге бар, сулькус бульба понтинус деген. Бульба көпір жүлгесі. Осы бульба көпір жүлгесінен нервус абдуценс өтеді, яғни 6-шы жұп бас ми нерві. Дәл осы көздің латеральды тік бұлшығетін негізгі қимылдатқыш жүйкесі болып табылады. Және нервус тригемини, үшкіл нерв түбіршегі шығатын орын бізде негізгі анатомиялық шекара болып табылады. Бұл қандай анатомиялық шекара десек, көпір мен мыйшықтың арасындағы. Яғни мыйшық алдынан артына қарай, мыйшықтың ортаңғы аяқшасына қарай ұласады. Дәл осы аймақтан кейін мыйшықтың ортаңғы аяқшасы жүретін болады, және оны бөліп тұратын нервус тригеминалис. Және де көпір негізі ортаңғы мыйшық аяқшасын түзетін болса, астыңғы жағын алдыңғы лекцияда айтып кеткенбіз. Неврология, анатомия плейлистінде бардығын, яғни сопақша ми төменгі мыйшық аяқшасын түзеді, ал ортаңғы ми бізде жоғарғы мыйшық аяқшасын. Осылардың бары бірігіп бізде ромб тәрізді жаңағы шұңқырдың негізгі жоғарғы жағын жабатын болып табылады. Енді және де бұл жерде бізде 7-ші және 8-ші бас нервтар орналасқан. Бұл ангулюс, яғни понта церебеллариста өтетін болып табылады. Бұл көпір мыйшық, яғни бұрышы болып табылады. Сол жерден 7-ші, яғни нервус фациалис және нервус вестибула кохлеарис өтетін болып табылады. Және оның алдыңғы беттерінде пішіні негізінен көлденең орналасқан валик тәрізді болып келеді, көріп тұрғанымыздай. Және өлшемдері ұзындығы бар жоғы 2,5 ғана сантиметр. Дәл сопақша мидты айтқан болатынбыз. 2,5 сантиметр деп ұзындығы. Ені 3-5 сантиметр. Яғни сопақша мидан қарағанда жуан болып келеді. Сопақша мидікі 22 миллиметр ғана болған еді, яғни 2,2 сантиметр. Және қалыңдығы 2,5 сантиметр, алдынан артына қарағандағы. Және массасы 16-18 граммды құрайды екен. Және беттері, алдыңғы беті базис понтистың ортасында жаңа айтып кеткен сулькус базиляристі көреміз. Ол жерде артерия базилярис орналасқан. Және де ортаңғы мыйшық аяқшасын түзеді деп айттық. Артерия педункули церебелларис медиусты. Және де бұл жерден шығатын негізгі білу керек нервус тригеминалис, нервус абдуценс, нервус фациалис және нервус вестибула кохлеарис. Олардың қай жерден шығатынын. Ортаңғы мыйшықты тесіп шығатын бұл бізде 5-ші бас ми нерві. Ал жаңағы сулькус бульба понтинустен немесе сопақша мидың пирамидасының жоғарғы жиегінен шығатын бізде 6-ші бас ми нерві. Және 7-ші, 8-ші бас ми нервтері көпір мыйшық негізгі бұрышына шығатын болып табылады. Енді артқы бетіне келетін болсақ, бізде көпірдің артқы бөлігі
ромб тәрізді шұңқырдың яғни жоғарғы үшбұрышын құрайтын болып табылады. Ромб тәрізді шұңқырдың екі үшбұрышы бар. Жоғарғы үшбұрышы және төменгі үшбұрышы. Олардың дәл ортасынан бөліп тұратын стрия, медула, вентрикули, кварти деген болатынбыз. Яғни мийлық жолақтар болып табылады, немесе бұны есту жолақтары. Стрия акустики деп атайды. Оны қазір неге екенін айтатын боламын. Және де жоғарғы бөлігінде көпірдің артқы бөлігі құрайды дедік. Бұл жерде 5-ші жіп бас ми нервінен 8-ші жіп бас ми нервіне дейінгі яғни жүйкелердің бізде ядролар орналасқан болып табылады. Олар қимылдатқыш, сезімтал немесе вегетативті ядролары. Ал төменгі бөлігінде 9-ші және 12-ші жіп бас ми нервтерінің ядролары және сопақша мидың артқы бөлігінде орналасқан болып табылады. Оны алдыңғы лекцияда толық айтып кеткен болатынмын. Және ромб тәрізді шұңқырдың артқы бетінде бізде орталық жүлге сулькус медианусты, олардың жанындағы яғни эминенция медиалисті медиалды шығыңқыларды ажыратсақ болады. Медиалды шығыңқылардың төмен қарай калликулус фациалиске жалғасқанын көреміз, және мына жерде сулькус лимитансты көреміз. Яғни сулькус лимитанс, арея вестибуляристі көрсек болады, есту аймағы, және стрия медулярис немесе стрия акустики болып табылады екен. Енді бізде көпірдің ішкі құрылысына келетін болсақ, жаңа айтып кеткен, яғни парс дарзалис. Көріп тұрсаңыз, артқы беті бұл ромб тәрізді шұңқырдың түбі немесе. Ромб тәрізді шұңқырдың яғни жоғарғы жағынан жауып тұратын бұл педункулус церебелларис медиус болды. Жоғары жағынан ортаңғы мидан келетін педункулус церебелларис superior және сопақша мидан келетін inferior төменгі бөліктері. Және осылар бізде жауып келе бізде мийлық сонымен қоса парусты түзеді. Әрқайсысы өзіне ортақ, яғни жоғарғы ортаңғы төменгі парустардың велум медула супериусты түзеді, ортаңғысы медиусты және inferior. Осылай бізде төртінші қарынша толық жабылады. Бұл жерде басқаса төртінші қарынша түбі деп атайды ромб тәрізді шұңқырдың, яғни бұл кеңістік болып табылады. Мына жерде яғни миышықтың ортаңғы аяқшасын кесіп тасталған кесіндісі көрсетілген. Бізде мийлық парус. Ортаңғы мидың жоғарғы жағында төменгі және жоғарғы төмпешіктерін көреміз. Мына төменгі төмпешіктері негізгі есту жолына қатысатын нейрондардың орналасқан орны болып табылады. Және корпус геникулатум медиали. Келесі ішкі құрылысы толық айтып кететін болсақ, ішкі құрылысында дарзаль беті парс дарзалисті алып қарастырамыз, корпус трапезоидиумды алып қарастырамыз. Міне корпус трапезоидиум деген осылай созылып жатқан негізгі шоғырлар болып табылады. Алдыңғы және артқы ұлы дененің ядроларынан шығатын өсінділерден түзілген болып келеді трапеция тәрізді дене. Және алдыңғы вентралды бетін парс вентралисті және сулькус артерия базиляристі алып қарастырамыз. Және мына жақта ортаңғы миышық аяқшаларын көрсек болады. Және жаңағы ромб тәрізді шұңқырдың түбінде орналасқан 5-ші және 8-ші бас ми нервтері жаңағы көпірдің осы артқы бөлігіне сәйкес келеді екен. Және бұл жерде негізгі талдау керек, яғни 8-ші бас ми нервінің 6 ядросы бар, соның 2 ядросын талдайтын боламыз. Яғни ол 5 пен 6 санымен көрсетіліп тұрған, яғни нуклеус кохлеарис дарзалис және вентралис. Дәл осы артқы ұлы дененің ядросы бізде стрия акустики немесе стрия медулярис түзеді екен. Ал стрия медулярис өзіміз білетіндей ромб тәрізді шұңқырды жоғарғы және төменгі 2 үшбұрышқа бөлген болатын. Енді осы нуклеус кохлеарис дарзалистен аксына шығып, медиалды бағытқа қарай бағытталады ромб тәрізді шұңқырдың түбімен ішке қарай кіріп, яғни мына жерде лимнискус медиалистің. Ал лимнискус медиалис деген не? Бұл бізде негізгі саналы проприорецептивті сезімталдықтың қыртысқа апаратын негізгі жол болып табылады. Яғни біздің санамызға бағынатын бұлшықет буын сезімдерін жеткізеді. Мысалы, оған терең сезімталдылықты жатқызсақ болады. Ендігі жаңағы аксондар медиалды бағытта кіре отырып ішіне қарай трапеция тәрізді дененің яғни құрамына енеді. Дарзальды ұлы дене түзетін болып табылады стрия медуляристі, ал вентралды бізде тікелей трапеция тәрізді дененің құрамына келеді. Трапеция тәрізді дененің шоғырлары бізде немесе есту жолы болып табылады. Бұл жерде 2 ядроларына келіп бекінеді. Бұл бізде 9 санмен көрсетілген, яғни трапеция тәрізді дененің дарзальды ядросы болып табылады, және 10 санмен көрсетілген трапеция тәрізді дененің
негізгі меншікті ядролар. Осы ядролардан бізде лимнискус медиалиске қарай бағытталып, яғни латеральды ілмек немесе есту ілмегі деп атаймыз. Яғни латеральды ілмекке негізгі қызметі есту сезімдерін қыртысқа дейін жеткізу болып табылады. Мына жерде көрсек болады. Яғни бірінші бізде құлақты алып қарастыратын болсақ, сыртқы, ортаңғы және ішкі құлақтан тұрады. Сол ішкі құлақтың құрамында бізде ұлулы дене болады, иә. Ұлулы денеде ганглион кохлеаре орналасқан. Яғни ұлулы дененің бізде ганглия. Бұл жерде бірінші нейрон сезімді қабылдап алады. Одан екінші нейронға нервус вестибула кохлеарис екіге бөлінеді. Нервус вестибулярис және кохлеарис, олардың ядролары бөлек. Біз осы кохлеариста, яғни ұлулы дененің ядросын талдап жатырмыз. Алға қарай бағытталып, ромб тәрізді шұңқыр латеральды жиегінде, яғни екі ядросы жаңа айтып кеткен нуклеус кохлеарис постериор және антериор. Постериор бізде стрия медулярис вентрикули квартит түзеді. Және антериор бізді тікелей трапеция тәрізді денеге барып бекиді. Ал трапеция тәрізді дененің екі жағында бізде меншікті ядросы және дорзальды ядросын көріп тұрмыз. Бұл жерде үшінші нейрон, мына жерде екінші нейрон орналасқан есту жолының, және ол жаңа айтып кеткен латеральды ілмекке береді өзін. Латеральды ілмектен кейін, яғни нуклеолимнисский латералистің ядросы орналасқан лимнискус латералис және калликулус инфериор. Мен айтып кеткен болатын, ортаңғы мидың артқы бөлігінде, яғни 4 холмик бар, төмпешік. Соның екі төмпешігі бізде калликулус инфериор, декстер және синстер, бұл есту орталықтары, яғни орналасатын нейрондары. Ал жоғарғы бөлігінде көру нейрондары орналасатын болып табылады. Және де корпус геникулатум медиалеге береді бізде төменгі төмпешіктен. Ал жоғарғы төмпешік көру, яғни жүйкесін талдаған кезде айтатын боламыз, корпус геникулатум латералеге береді деп айтамыз ол кезде. Осы калликулус инфериор корпус геникулатум медиалеге береді. Одан кейін бізде жаңа капсула интернаға. Капсула интернаның өзінің 3 бөлігі бар. Ол алдыңғы, артқы аяқшасы және тізесін алып қарастырамыз міне. Тізесі, алдыңғы және артқы аяқшалары. Және радиация акустикаға соң кезегінде, яғни гирус темпоралис супериор, немесе бізде негізгі есту орталығы орналасқан, ол сулькус латералис, немесе автор бойынша гешля қатпары деп атаймыз. Яғни сулькус латералис бізде осы самай үлесін төбе үлесінен бөліп тұратын негізгі, яғни жүрге болып табылады. Біріншілік жүргеге жатады. Енді бұл жерде білу керек, яғни көпірдің сыртатына жататын заттар бізде негізгі осы 5-ші бас ми нервіне 8-ші бас ми нервіне дейінгі ядролар, оның қазір толық қай жерде ядролар орналасқанын көрсететін боламын. 3 санымен бізде лимнискус медиалис, 1 санымен фасцикулус лонгитудиналис медиалис. Фасцикулус лонгитудиналис медиалистің негізгі қызметі, яғни бұл бізде бас пен мына көзді қарама-қарсы бағыт, яғни қозғалтқан кезде үйлесімді түрде, яғни үйлесімді қызметін атқару болып табылады негізінен. Және де ретикулярлы формацияны көреміз. Ретикулярлы формация бізде сопақша мидың жоғарғы бөлігінен басталып, ми бағанымен толық көтерілген болып табылады. Және де нуклеус кохлеарис дорзалис вентралис, жаңа айтып кеткен, бұлардың аксындары трапеция тәрізді денені түзеді. Және де трактус урубро текта және вестибула спиналис жолдарын, қызыл ядро жамылғы және кіреберіс жұлын жолдарын, жұлынға баратын, яғни экстрапирамидалық жолдар болып табылады бұлар. Солардың ядролары, яғни урубро текта, бұлар ортаңғы мида орналасқан негізгі ядролар, ал бұлар жай ғана жолдары, яғни көпірден сопақша мидан өтетін жолдары болып табылады. Бұл экстрапирамидалық жүйеге жатады, яғни адамның санасына бағынбайтын. Және келесі кезекте негізгі жолдар бізде санамызға бағынатын, яғни трактус кортика спиналисті көрсек болады. Және де қыртыс көпір жолын негізгі кортика понтинус келеді, міне мына жақтан. Және трактус кортика понтинус келіп, жаңағы нуклеус проприус понтиске келіп бекінеді, яғни көпірдің меншікті ядросына. Ал көпірдің меншікті ядросынан өз кезегінде көпір мыйшықтық жол шығады. Сонда көпір мен мыйшықтың бізде үйлесімді қызметін атқаратын болып табылады. Осылай қыртыс пен мыйшық, яғни қыртыс көпір, көпір мыйшық жолдарына жатады екенбіз.
жаңа талдап кеткен есту жолы. Және ең соңында бізде талдау керек бұл жаңа айтып кеткен 5-ші бас ми нервінен 8-ші бас ми нервіне дейінгі ядролары көрсек болады. 5-ші бас ми нервінен бастасақ. Бірінші 5-ші бас ми нерві бізде бір қимылдатқыш 3 сезімтал ядроларын көрсек болады. Яғни ортаңғы бөлігінде ромб тәрізді шұңқырдың моторлық, ал шеткері латеральды бөлігінде сезімтал, екеуінің ортасында сезімтал мен яғни моторлықтың бізде вегетативті ядролар орналасқан болады. Енді 5-ші бас ми нервтікі нуклеус моториус нерви тригемини. Бұл бізде негізгі қызметі мынау мускулус массетериканы, яғни шайнау бұлшықетін қозғалтқыш жүйкесі болып табылады. Ал басқа 3, яғни нуклеус мезенцефаликус нерви тригемини мезенцефалон, яғни ортаңғы ми. Бұл негізгі ядросы көпірде орналасады, бірақ ортаңғы миға дейін созылып жатады. Яғни ортаңғы мидың көлденең кесіндісінде де бұны көре аламыз деген сөз. Және мына жерде нуклеус спиналис нерви тригемини. Бұны сопақша миды кескен кезде де көре аламыз көлденең кесіндісінде. Және нуклеус принципалис нерви тригемини. Көпірдің өзінде орналасқан ядросы. Бұл бізде негізгі 4 ядросы болып табылады. Келесі нуклеус моториус нерви абдуценс. Көріп тұрсақ, 6-ші бас ми нервінің бұл мускулус ректус латералисті. Латеральды тік бұлшықетін көздің жүйкелендіруге яғни қатысады. Яғни қимылдатқыш жүйке болып табылады. Және нуклеус келесі 7-ші бас ми нервінде біз нуклеус нерви фациалисте қимылдатқыш жүйкесін көре аламыз. Негізгі 3 ядросы бар: вегетативті, сезімтал және қимылдатқыш. Негізгі қимылдатқыш ядросынан нуклеус көріп тұрғанымыздай нерви фациалис болып табылады. Бұның қызметі мынау мимикалық бұлшықеттер. Яғни 5 пен 7-нің негізгі разницасы, бұл айырмашылықтары бізде 5 мускулус массетериканы және негізгі беттің терісін жүйкелендіруге, ал 7-ші бас ми нерві мимикалық бұлшықеттерді жүйкелендіруге қатысты қимылдатқыш жүйкелері болып табылады. Және 7-ші бас ми нервінде тағы нуклеус сальваториус superior, бұл вегетативті сөл бөлуге қатысатын жоғарғы ядро. Ал алдыңғы сопақша ми анатомиясында көрсеңіздер болады. Нуклеус сальваториус inferior айтқан болатынбыз 9-ші бас ми нервісінде. Және бізде дара жол ядросы бар. 7-ші, 9-ші, 10-ші жұптарға ортақ болып келеді. Nuclei tractus solitari. Жаңа 5-ші бас ми нервін айтып қалдық, оның негізгі 3 тармағында айтып кете салайық. Толық, яғни 12-ші бас ми нервінде де талдайтын боламыз. Яғни нервус тригеминидің 3 тармағы бар. Бұл бізде фиссура орбиталис superior арқылы кіретін, яғни рамус офтальмикус болып табылады. Рамус офтальмикустың өзінің рамус лакрималис көз жасы безіне баратын бөліктері бар. Сонымен қоса рамус назоцилиарис деген секілді. Және рамус көріп тұрғанымыздай фронталис деген, яғни жоғары маңдай тармақтары бар десек болады. Және екінші тармағы максилярис, ол форамен ротундумнан шығатын және форамен овалиден шығатын негізгі жаңағы рамус мандибулярис болып табылады. Енді келесі 8-ші жұп бас ми нерві, нервус вестибула кохлеарис, жаңа талдап кеттік 2 ядросын, яғни нервус нуклеус вестибуля, яғни жаңа 2 ядросын талдап кеттік, нуклеус кохлеарис anterior және posterior. Бұл трапеция тәрізді денені түзуге қатысқан болатын. Және нуклеус вестибулярис superior, inferior, lateralis, medialis деген 4 кіреберістік, яғни ядросында ажыратып қарастырсақ болады екен. Осымен лекциямыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде болашақта салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.